Пиндоштан бауырсаққа арналған осындай формалар алған болатынмын. Енді қамыр илеп бауырсақ пісіріп жіберейін дедім. Алдымен подкастымды қосып қойып, барлық қоспаларды дайындап алып, кейін осылай өзімнің фирменный рецептім бойынша осындай қамыр илеген болатынмын. Толық жасалу рецепті менің YouTube каналымда сақталған. Қалай жасалу керек барлық қыр-сырымен сол жерде бөліскен болатынмын. Осылай алдымен венчикпен араластырамыз, кейін қолымызға перчатка киіп, қолмен араластыратын боламын. Себебі біздің қамырымыз кішкене қолға жабысатын болады, сол үшін маған перчаткамен араластырған ыңғайлы. Және ең соңында майды құйып, шамамен 1-2 сағатқа көтерілу үшін қалдырамыз. Сол аралықта өзімнің озвучкамды жасап алайын дедім. Кейін қамыр көтерілгеннен кейін осылай ешқандай оқтауды қолданбай-ақ үстіне ұн сеуіп, осылай қолыммен жайып шығатын боламын. Енді жаңағы пиндоштан алған формамызбен осылай кесіп шығамыз. Мен әрдайым үйде қиналатын едім. Қандай стакан болса, сол стаканмен кесетінмін. Яғни бірде үлкен, бірде кішкентай болып қалатын. Ал мына формочка маған өте қатты ұнады. Қарасаңыздар, ешқандай қиналмай солай істей бересіздер. Барлық бауырсақтарым бірдей әдемі болып шықты. Және бағасы да өте қолжетімді. Шыны керек, весімен маған прям 1000 теңгеге жетер-жетпес ақшаға шыққан болатын. Осылай дайындап алғаннан кейін екі жағын қызартып пісіріп алдым. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер және баршаңызға ас болсын.